қонаққа бізге не келді? Күн келді. Күннің көңіл күйінің жоқ себебі ол бүгін мерекеге орай тақпақ жаттап үлгермей қалды дейді. Ал оның айтып отырғаны қандай мереке? Қандай мерекені тойлап жатырмыз? Республика күні. Бүгін 25 қазан Республика күні мерекесіне орай сіздермен осы жерде жиналып отырмыз. Ендеше балалар, күннің көңіл күйін көтеруге тырысайықшы, келісесіңдер ме? Ол үшін күнге өзіміз білетін туған жер, отан туралы тақпақтарымызды айтып берейік. Мен жағы отан мекенім, біздің өші көктерім, күніңға барадан өмір бойы өтемін. Жайық Алтай арасы, қазақтың жарғақ тарасы, республикамда қарашы, жердің дамын мажандай, қырманы асқан тауады, республикамда қарашы. Отаным менің Қазақстан, мәңгілік сенен мақтанам, сайында жүрсің, әрдайым күнде жүріп бақтамам. Отанымыз атам екен, деп аялап атаймыз, өйткені оның мекен. Бабамыз бен атамыз. Отан деген адам екен, отан деген туған ел, отан ана, отан өлке, Қазақстан туған ел. Отан мекенім, сенде су көктем, сені қорғау бардың, оны біліп өтемін. Отанды әркім анасына қастерлейді бағалы, өйткені отан баласына бізді өсіріп аялы. Сонда да көңілсіз солай ма? Ендеше балалар, ойын ойнасақ қалай қарайсыңдар? Бізде ойындардың түрлері өте көп. Қайсынан бастарымды білмей отырмын. Топқа бөлінейік. Дұрыс айтады, топқа бөлінейік, иә балалар? Топқа бөлінеміз. Топқа бөлу үшін мына жерде тәрелкелерде су бар, көрдіңдер ме? Тәрелкеге сол тәрелкелердің жанында мынандай құрғақ бір реттік сүрткіштер бар, иә? Осы сүрткіштерді суға саламыз. Ішінен сурет шығады, солай ма? Егер қай сурет шықса, күннің суреті шықса, күн жанында тасымал орындаймыз. Ойынның суреті шықса, ойынның тұсына бар, ойынның тұсында тасымал орындаймыз. Бір күннің суреті шықса, бір күн жақта тасымалды, киіз үйдің суреті шықса, иә? Киіз үйге барамыз. Ал енді бәйтеректің суреті шықса, бәйтеректің жанына барып, ол тасымалды орындаймыз. Махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Күлімде күн күлімде, бүлдіршіндер қуансын, қырдың көкшіл гүліндей қолдарына ту алсын. Күлімде күн күлімде, күлсін барлық балашақ. Кешегідей бүгін де болсын бейбіт болашақ. Осымен балалар, біз сендермен бүгінгі республика күніне орай жүргізген ұйымдастырылған тақырыпты